Қайырлы күн, сіздермен бірге бүгін біз еңбекақыдан есептелінетін салықтар мен төлемдерді бірге есептейтін боламыз. Мен барлығын тура ең басынан бастап сіздерге қарапайым тілде түсіндіріп беретін боламын. Айталық, мысалы, сіздің қызметкеріңіздің есімі Ахмет болсын. Және қызметкеріңіз үшін есептелінген, яғни к начислению есептелінген еңбекақы 150 мың теңге делік. Ең бірінші есептейтін дүние біз ол міндетті зейнетақы жарнасы. Міндетті зейнетақы жарнасы. Оның бізде пайызы 10%-ды құрайды. 10% неден дейтін болса, 10% есептелінген еңбекақыдан. Сомасы, яғни міндетті зейнетақы жарнасының сомасы тең болады бізде 150 мыңды көбейтеміз 10%-ке. Яғни 15 мың теңге міндетті зейнетақы жарнасы болады. Келесі бізде есептелінетін дүние ол жеке табыс салығы. Жеке табыс салығының мөлшерлемесі 10%. Ол да 10%. Жеке табыс салығы 10% деп қояйық. Жеке табыс салығының сомасын есептеуде кішкене енді қосымша математиканы қосу керек болады. Қараңыз. Тең болады, былай болады. Есептелінген еңбекақыдан шегеріп тастайсыздар міндетті зейнетақы жарнасын. Одан шегересіздер стандартты шегерім деген бар, яғни салық кодексінде сондай мүмкіндік бар. Жеке табыс салығын есептеу барысында сіздің өзіңіздің қызметкеріңіздің еңбекақысынан ең төменгі жалақы мөлшерлемесін шегеріп тастауға ондай мүмкіндік бар. Бірақ ол үшін сіздің қызметкеріңізден заявление болу керек, өтінім болу керек. Менің еңбекақы жаңағы жеке табыс салығын есептеу барысында міндетті жаңағы төменгі жалақы мөлшерлемесін шегеріп таста деген. Біз бар деп есептейік, яғни біз шегереміз 42.500. 21 жылы төменгі жалақы мөлшерлемесі 42.500. Және біз шегеріп тастай аламыз тағы да міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарнасының сомасына. Ол бізде есептелген еңбекақының 2%. Яғни 150 мың теңгенің 2%, бізде 3 мың теңге. Яғни осы есептелінген соманың көбейтеміз 10%, ол бізде жеке табыс салығының сомасы болады. Так, қайттан бір есептеп жіберейік. Так, мен жерден 10% емес, мына 15 мың теңге кешірім өтінем. Қараңыздар, қайталап айтайық. Есептелген еңбекақыдан алып тастадық, міндетті зейнетақы жарнасын алып тастадық 15 мың теңге. Одан алып тастадық, төменгі жалақы мөлшерлемесін алдық, ол 42.500 теңге. Одан кейін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарнасын сомасын алып тастадық. Содан шыққан сомаға 10%-лық мөлшерлемені қолдандық. Сол кезде жеке табыс салығының сомасы 8.950 теңге тұрады. Және келесі тағы да бір есептелінетін төлем ол міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарнасының сомасы. Мәмс дейміз. Мәмс жарна. Ол бізде мөлшерлемесі 2%. Мәмстің сомасы, мәмс жарна, то есть сомасы тең болады 150 мыңды көбейтемін 2%-ға. Сол кезде 3 мың теңге мәмстің жарнасының сомасы болды. Бағана біз жеке табыс салығын есептеу барысында естеріңізде болса 3 мың теңге алып тастағанбыз. Ол осы 3 мың теңге осы жарнаның сомасы. Бұл төлемдерді бұны қызметкердің еңбекақысынан ұсталынады. Яғни қызметкер қолына қанша ақша алады дейтін болса, қолға алатыны сонда қолға алатыны тең болады 150 мың. Одан шегереміз 15 мыңды, шегереміз 8.950-ді, шегереміз 3 мың теңгені. Яғни 123.050 теңге қызметкер қолына алады екен. Бұдан бөлек жұмыс беруші өзі төлейтін бөлек жаңағы төлемдер мен салықтар бар. Бұл жерде
қызметкердің жұмыс берушінің салықтық режиміне байланысты есептелінеді. Енді егерде сіз жұмыс беруші ретінде сіз упрощенкада жұмыс істейтін болатын болсаңыз, упрощенкамен жұмыс істейтін жұмыс беруші болатын болсаңыз, онда әлеуметтік салықты сіз төлемейсіз. Мына жерге мен әлеуметтік салық деп қояйын. Кім төлейді, кім төлемейді, мен соны түсіндіріп айтамын. Сәл төменірек түсірейін. Әлеуметтік салық, оның бізде пайыздық мөлшерлемесі 9,5 пайыз. 9,5 пайыз. Бірақ қайталап айтамын, упрощенкамен жұмыс істейтін жұмыс беруші әлеуметтік салықты төлемейді. Общий установленный режимда төлейді. Енді мен общий установленный режим бойынша есептеп сіздерге түсіндірейін. Ол қалай есептелінеді? Әлеуметтік салықтың сомасы, ары қарай кеттік. Сомасы тең болады. Жақшаны ашамыз, бұл жерде тағы кішкене математиканы қосамыз. Есептелінген еңбекақы, одан алып тастаймыз. Міндетті зейнетақы жарнасын алып тастаймыз. Және одан алып тастаймыз. Бағанағы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарнасының сомасын алып тастаймыз. Содан шыққан санға 9,5 пайызды қолданамыз. Соған шыққан санды бұны көбейтеміз, 9,5 пайызға. 12,540, бірақ бұл әлі соңғы сома емес, өйткені біз қазір бұдан әлеуметтік аударымның сомасын шегеріп тастаймыз. Әлеуметтік аударым, ол АА деп белгілейміз. АА бізде 3,5 пайыз. Әлеуметтік аударымның сомасы болады. Есептелген еңбекақы шегерілген міндетті зейнетақы жарнасы. Жақшаны жабамыз. Оған қолданамыз мына 3,5 пайызды. Міне 4,725 теңге әлеуметтік аударым. Яғни әлеуметтік салықты біз тағы да мына әлеуметтік аударымның сомасына азайтамыз. Сол кезде әлеуметтік салықтың сомасы 7,815 болды. Әлеуметтік аударымның сомасы 4,725 теңге болды. Бұған қоса жұмыс беруші міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аударымын төлейді. Яғни бұл жарна болған, мынау аударым. Бұның пайыздық мөлшерлемесі 2 пайыз. Ал сомасы бұл жерде де 3,000 теңге болады. Яғни 150.000 теңгеге қолданамыз 2 пайызды 3,000 теңге. Сонымен біз сіздермен бірге 150.000 теңге 150.000 теңге көлемінде есептелінген еңбекақыдан есептелінетін барлық салықтар мен төлемдерді бірге есептедік. Келесі видеода жолыққанша сау саламат болыңыздар.